отандастар, қадірлі Елорда тұрғындары, достар, тәуелсіздік бұл өмірдегі ең құдіретті сөз. Ал қазіргі заманда тәуелсіздіктің бірде-бір нышаны, бірде-бір кепілі ол білім мен ғылым болып табылады. Елбасымыз тәуелсіздіктің ең бірінші жылдардан бері білімге, ғылымға, жастарды тәрбиелеуге, технологиялар мен жаңалықтарды, инновацияларды елге әкелуге өте үлкен жұмыс қызмет атқарған. Өздеріңізге мәлім, болашақ бағдарламасы сонау тәуелсіздіктің алғашқы жылдары басталған тұғын. Шетелде, ең дамыған елдерде, ең мықты университеттерде оқып келген біздің жастарымыз қазіргі таңда аяққа тұрып, болашаққа, ғылымға деген, технологияларға деген, ең мықты жетістіктерге деген тікелей байланысы барған бір ұрпақтар бередік. Сол ұрпақ 30 жылдық емес, 1000 жылдық мәңгілік тәуелсіздіктің кепілі. Тәуелсіздігіміз құтты болсын, отбасыларымыз аман болсын, ел ағалар аман болсын. Әр қайсымыз, әр қазақстандық осы тәтті де құдіретті сөзді бағалай білейік. Тәуелсіздігіміз құтты болсын ағайын.